Аттарыңа сәлем оқушылар. Сендерді физика сабағында көргеніме қуаныштымын. Сабаққа қош келдіңдер. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз ол механикаға кіріспе, жол және де орын ауыстыру. Жалпы механика деген тараудың негізін салушылардың бірі ол осы Галилео Галилей. Сол кісінің бір қанатты сөзбен бастайық сабағымызды. Менің ойымша адамзат ғылымы ешқашан әлемнің шекті немесе шексіз екенін шеше алмайды. Шынында да ол заманда да әлем шексіз болды, қазіргі заманда да шексіз. Яғни адамзат қаншалықты зерттеген сайын әлем бізге шексіз екенін аша береді, көріне береді. Енді механика дегеніміз не, соған тоқталайық. Механика денелердің қозғалысы мен олардың өзара әрекеттесуі туралы физиканың бөлімі. Яғни не дейді? Денелердің қозғалысын зерттейді екен. Яғни машина жүрді, адам қозғалды, немесе белгілі бір жел соқты, жапырақ құлады, немесе бөренені бір жерден бір жерге тасыды. Осылардың барлығы бізде осы механика арқылы түсіндіріледі екен. Және денелердің өзара әрекеттесуі. Денелер өзара әрекеттескен кезде ол жерде міндетті түрде әрекеттесу күш арқылы жүзеге асады. Значит, механика бізде күштерді тоже зерттейді екен. Енді біз механиканы осы үш сала арқылы түсіндіреміз. Біріншісі кинематика, екіншісі динамика және де үшіншісі статика. Кинематика бұл бізде қозғалысты зерттейді. Қозғалыс. Динамика ол бізде қозғалыстың себебін зерттейді. Себебі. Статика ал ол бізде тепе-теңдік шарттарын зерттейді. Тепе-теңдік. Яғни жалпы қозғалыстар мен денелердің бір-бірінің әрекеттесуі осы үш бөлім арқылы түсіндіріледі екен. Сонда механика деген ол өте бір үлкен тарау, ал кинематика, динамика, статика ол оның ішіндегі тараушалар. Сонымен, енді жалпы біздің физикадағы тақырыптарымыз олар рет-ретімен басталады. Солардың ішіндегі ең бірінші үлкен тарау ол механика, ал оның ішіндегі ең бірінші өтетін бөліміміз ол бізде кинематика. Енді кинематикаға тоқталайық. Жаңа айттым, ол қозғалысты зерттейді. Енді кинематика ол денелердің массасын ескермей қозғалысты зерттейтін механиканың бөлімі. Және ол қозғалыстың шығу себебін қарастырмайды. Ол нәрсені ұмытпаңдар. Қозғалыстың шығу себебін қарастырмайды. Астын сызып қойсаңдар болады. Және массаны ескермейді, қозғалысты зерттейді. Просто ойланың. Просто қозғалыс бар и все. Кинематика только соны түсіндіреді. Хорошо? Яғни қозғалды. Бір дене 20 метр секунд жылдамдықпен 5 секунд қозғалды. Болды. Ол не үшін қозғалды, ол неге тоқтады деген сұрақтарды ол мүлде қарастырмайды. Кинематика значит только қозғалыс. Енді қозғалысты біз қарапайым өмірдегі қозғалысты біз механикалық қозғалыс деп атаймыз. Анықтамасы уақыт өтуіне қарай денелердің бір-бірімен салыстырғандағы орнының өзгеруі. Қарапайым кәдімгі өмірдегі қозғалыстар бар. Мысалға мен қазір осы жерден шығып остановкаға дейін барам. Мына жақта мені бақылап тұрған бір адам болса, мен ол адаммен салыстырған кезде не істедім? Орнымды өзгерттім ғой. Вот, енді мысалға қарасақ мына жерде. Скейтборд бара жатыр, скейтборд теуіп бара жатыр. Қалғанының барлығы тыныштықта тұр, скейтборд кетіп бара жатыр. Значит, мынау скейтбордшы қазір менде қозғалысты мынау тұрған ағашқа қатысты болсын, немесе мына ағашқа қатысты болсын, немесе мына жердегі бордюрға қатысты болсын, ол орнын өзгертіп жатыр. Значит, просто қозғалыс ол менде механикалық қозғалыс деп аталады екен. Анықтамасы просто уақыт өтуіне қарай бір денемен салыстырған кезде екінші дененің орнының өзгеруі. Яғни анықтама бізде осылай жүреді екен. Мынау тұрған слайдты өздеріңе міндетті жазып алыңдар. Бұл әрине РБТ-да теория ретінде келу ықтималдылығы жоғары. Келесі бізде енді физикаға кіріспе ретінде физикалық терминдермен дұрыстап танысуымыз керек. Олардың біріншісі материя. Материя дегеніміз не? Әлемде не бар, соның барлығы екен. Мен, сен, ол, біз, барлығымыз біз материя екенбіз. Дәл сол секілді заттарда. Микрофонда, ноутбукта, планшетте, соткіде, жарықта барлығы ол бізде материя деп анықталады. Немесе материя, немесе дене. Барлығы бізде осы әлемде не бар, соның барлығы. Енді қараңдар, осы материя дегеннен бізде бір кішкентай бір тағы анықтама шығады, ол материялық нүкте. Материяның не екенін түсіндік, барлығы ол материя болады екен, ал барлық денелер қай кезде материялық нүкте бола алады?
Я соған тоқталайық. Материалдық нүктенің анықтамасы айтады. Жүрген жолымен салыстырғанда өлшемдерін ескермеуге болатын жағдайдағы шама. То есть не дейді? Жүрген жолымен салыстырған кезде оның өлшемін ескермесек болады екен. То есть жүрген жолы ол нереально үлкен болу керек, ол дененің биіктігіне қарағанда. Бір анықтама осылай екен. Енді біз бұған бір мысал қарастырайық. Егер машина 5 метр жол жүрсе, онда ол материалдық нүкте бола алмайды. Қай кезде болады? Ол 10 километр жүрсе, осы кезде ол менде материалдық нүкте бола алады екен. Не үшін? Түсіну үшін біз тағы бір мысал қарастырайық. Мысалға, менде бір машина менде қазір мына жерде 5 метр жол жүреді. 5 метр жол жүріп келеді. Енді мен қазір жалпы осы болып жатырған қозғалысты жоғарыдан бақылап қарайтын болсам, 5 метр ғой, енді масштабпен қарасам, машинаны машина ретінде көремін, дұрыс па? Ал мына жағдайда ше, мындай 10 километр жол, менде мына машина бар, машина менде қазір былай қарай 10 километр жол жүреді. Ойлашы, 10 километр ол 10 000 метр. Өте ұзақ. Енді мен осы машинаның қозғалысты бастаған жермен соңғы жерін көріп тұратындай жоғарыдан қарайтын болсам барлығын, онда менде өте алыстан қараймын жерге, и менде машина қалай болып көрінеді? Маған ол просто точка болып көрінеді. Просто кішкентай точка болып көрінеді. Яғни нүкте болып көрінеді. Значит, дене, материя менде қазір машина, ал оның қозғалысында ұзақ жол жүрген кезде қарасам, ол менде материалдық нүкте болады екен. Вот, значит, менде мынау машинаның биіктігі, допустим, болсын, то есть ұзындығы 2 метр. Ладно, 3 метр, что-то кішкентай қалды. Енді қара, мына жақта мен 5 метр мен 3 метрді нормально салыстыра аламын. Ал мына жақта ше, 3 метрді 10 километрмен салыстырсам, салыстыруға да келмейді, өйткені 10 километр ол нереально үлкен. Вот, материалдық нүкте бізде осындай болу керек. Жүрген жолы дененің, қозғалыстағы дененің бойына немесе ұзындығына қарағанда өте үлкен болу керек. Сол кезде ол материалдық нүкте бола алады. Материалдық нүкте не екендігі түсінікті деп ойлаймын, оқушылар. Мынау тұрған анықтаманы тоже міндетті түрде өздеріңе жазып алыңдар, және де жаттап алып отырсыңдар. Жалпы оқушылар, біз қозғалыстарға кіріп жатырмыз, қозғалыстың не екенін көріп жатырмыз. Енді қозғалысқа кіріспе ретінде біз осы 3 шамаларды өтуіміз керек екен. Ол траектория, жол және де орын ауыстыру. Бұлай физикаға вообще қатысы жоқ. Адам ретінде қарасаң, саған бұл үшеуі де бірдей болып көрінуі мүмкін негізі. Бірақ бұл үшеуі бізде 3 түрлі шама, 3 түрлі анықтамасымен сипатталады. Енді оны түсіну үшін біз осылардың анықтамасын қарайық. Траектория дененің қозғалысын сипаттайтын сызықтар жиынтығы немесе жай ғана артта қалған із. Сонда мысал ретінде қарасақ, мына жерде А нүктесінде менде ара тұр, ол менде мына Б нүктесінде қозғалысын аяқтайды. Ара менде қазір өстіп ұшып барады екен, міне. И ұшып барған жолын артында ізін қарасам, менде осындай белгілі бір сызықтармен ізді қалдырсам болады. Вот осы артында қалған ізі менде осы траектория деп аталады. Траектория ол просто бар, осындай сызықтар ретінде бар болды. Ал енді жол ше. Жол ол менде осынау ұзындықты дәл осылайдан бүйтіп есептеп, қанша метр болды екен деп бүйтіп қарастыратын болсам, онда менде бұл қазір болады екен жол. Яғни ол менде белгілі бір өлшеммен қарастырылады. Мысалға, ара 15 метр жол жүрді. Значит, оның траекториясының ұзындығы қазір менде 15 метр болып тұр екен. Және біз жолды S деген әріппен белгілейміз. Келесі, орын ауыстыру. Орын ауыстыру ол бізде дененің қозғалысы басталған орны мен аяқталған орнын қосатын бағытталған кесінді. Сонда менде А нүктесінде ода қозғалыс басталды, Б нүктесінде менде қозғалыс аяқталды. Вот, қара, арада менде жол траекторияда мен бүйтіп айналып жүріп қарастыратынмын. Ал орын ауыстыру оған бәрібір. Ол просто мына отырған А деген нүкте мен Б деген нүктені тупы ұзын сызықпен қоса салады. Яғни ең қысқа ара қашықтық. Вот осы бізде орын ауыстыру екен. Енді орын ауыстыруды да S деген әріппен белгілейміз, және де оның ұзындығы бар. 1 метр деп тұр. Бірақ қарасыңдар, мынау S менде просто S, ал мынау S менде S вектор болып тұр. Сонда менде разница болып тұр екен. Неде? Мынау менде скаляр шама, ал мынау менде векторлық шама. Алдыңғы тақырыпта сіздер білесіңдер, скаляр және де векторлық шамаларды өттік. Векторлық шамалардың үстінде всегда осындай бағыт секілді стрелкасы тұрады. Енді қарасақ, неге жол скаляр, вектор менде орын ауыстыру? Мысалға, менде мынандай бір парк бар деп қарастырайық, горпарк. Горпарктың ортасында менде Али тұр.
досымен кездесу керек. И ол досының қай жақта тұрғанын білмейді. Мына жақта оған досы келеді да мына жерде тұр. И досы звондайды, айтады, мен сенен 100 метр қашықтықта тұрмын дейді. 100 метр қашықтық. И Али 100 метр қашықтықта қай жақта екенін білмейді ғой, ол мына жаққа барам ба, әлде мына жаққа барам ба, бағыт әлі белгісіз. Значит, осы 100 метр қашықтық, 100 метр қашықтық. Бұл менде жол. Ал егер де былай айтсашы, досы келеді да, Али, мен сенің оң жағыңда, то есть сол жағыңда 100 метр қашықтықта тұрмын. Значит, ол қазір не істейді? Былайынан солға бұрылады да досына дейін барады. Значит, ол бағытты біліп тұр ғой. 100 метр жүру керек, бірақ еще ол солға қарай жүру керек екенін біліп тұр. Значит, осы менде орын ауыстыру болады екен. Сонда 100 метр еще менде оның бағыты болу керек. Солға, оңға деген секілді. Значит, менде мынау тұрған фиолетовый сызық, бұл менде орын ауыстыру, және оның менде мынандай стрелкасы болу керек. Яғни қай жаққа барды, соған деген стрелка болу керек. Мысалға, ол қазір Б-дан А-ға келсе, онда оның стрелкасы А-ға қарай бағытталу керек. Жалпы траектория, жол, орын ауыстыру бізде осы оқушылар мынау тұрған ақпараттың барлығын өздеріңе міндетті түрде жазып алыңдар. Қазір осыларға байланысты есептер шығаратын боламыз. Енді жалпы есептерді шығаруымыз үшін осы жол, траектория, орын ауыстыруға байланысты бізге тағы да математика мен геометрия көмекке керек болады екен. Тік бұрышты үш бұрыш, яғни Пифагор теоремасы. Алдында айттық, ол А катет және де Б катет және де С гипотенузадан тұрады. Осылар үшін менде С квадрат тең А квадрат қосу Б квадрат деген теңдік орын алады. Және бізге екінші керек нәрсе ол география. Географиядағы солтүстік, шығыс, оңтүстік, батыс деген бізге керек. Қараңдар. Мысалға, мына жерде мен Қазақстанның картасы деп елестетсем да. Мынау Қазақстанның мына жағында нелер орналасқан? Әрине, Семей, Абай деген облыстар, олар бізде шығыс Қазақстан жатыр. Значит, мына бағыт, мына жақ менде ол шығыс. Ал Қазақстанның картасының жоғарғы жағында Ресей жақта не орналасқан? Ол жақта бізде Петропавл, Павлодар, Астана олар. Оларды біз солтүстік Қазақстан деп айтамыз. Значит, солтүстік жоғы төбеде. Енді шығыс оң жақта болса, значит, оған қарама-қарсы батыс болу керек. Ал солтүстік жоғарыда болса, онда төменде бізде оңтүстік болу керек. Мына нәрсені міндетті түрде жаттап алыңдар, өйткені осыған байланысты есептер шығаратын боламыз. Және тағы бір нәрсе ол шеңбер. Мысалға, дене стадионда айналып жүгіруі мүмкін, сол кездегі жолы мен орын ауыстыруын тап десе, маған шеңбер туралы ақпарат керек болады. Ол ақпараттар қандай? Менде L тең 2πr деген шеңбердің ұзындығының формуласы. L тең 2πr. Мына жердегі 2 ол сан, π деген 3,14 деген тұрақты сан, r деген шеңбердің радиусы. То есть шеңбердің ұзындығы деген не? Мысалға, мына тұрған шеңбер домалақ қой. Мен мына жерден бүйтіп кесіп тастасам, мынаны бүйтіп ашатын болсам, онда менде мынау қазір бір мынандай ұзын бір жіп деп қарастырсам болады. То есть жіп бүйтіп шеңберді ашсын. Значит, осы жіптің менде ұзындығы бар ғой. Вот сол ұзындықты табатын формула менде осы 2πr. Мынау тұрған нәрсені тоже өздеріңе жазып алыңдар, өйткені сендерге берілетін есептердің барлығы осындай есептер болады. Сонымен енді қазір есептер шығармас бұрын тағы бір координата деген нәрсеге тоқталып өтейік. Координатаға келесі сабақта тағы да дұрыстап тоқталатын боламыз, бірақ қазір кішкене түсінік қалыптастырып кетейік. Координата деген не? Ол дененің кеңістіктегі орны. Яғни физиктердің көбісі, яғни физик ғалымдар, физика жалпы денені ол мысалға, ноутбук тұрса, бұл қазір менде партаның үстінде тұр деп қарастырмайды. Ол X осі бойынша бір кеңістікте тұр деп қарастырылады. Мысалға, біз айды қарастыратын болсақ, ай аспанда, ол кеңістікте бір жерде тұр ғой. Вот, кез келген денені біз солай қарастырамыз физикада. Значит, координата бізде сол кеңістіктегі орын. Енді координата бізде білесіңдер, бір өлшемді координата бар x деген, екі өлшемді координата бар x және де y деген, және де үш өлшемді координата бар y, x және де z. Бізге қазір только x осі керек. Мынаны сендер математикада қолданасыңдар, бізге қазір қатты қажеті жоқ. Және мынаны біз физикада қарастырамыз, бірақ бұны сендер университетке барған кезде осы үш өлшемді координатаны қарастыратын боласыңдар. Бізге қазір тек қана x осі керек. Өйткені қозғалыстың барлығы бізде жердің бетінде, ал жердің бетіндегі ось бізде ол x осі. Енді координата міндетті түрде ол ортасындағы 0 нүктеден және оң жағында плюс сандар, сол жағында теріс сандар. Мысалға 0, 1, 2, 3, 4, ал сол жақта -1, -2, -3, -4. Енді қарасақ, координата бұл менде былай жүреді. Мысалға, мынау тұрған дене бастапқыда мынау 4 деген нүктеде тұрды. Мына жерде тұрды. Значит, ол бастапқы орны осы, мен кәдімгі 4. Ал енді ол қазір тұрады да -3-ке дейін жүріп барады. То есть 4-те тұрды, -3-ке дейін жүріп барды, мынау адам. Енді осы кезде мен қалай белгілеймін? Дененің бастапқы тұрған орны, міне x0 деп тұр ғой. x0 бұл менде бастапқы координата.
бастапқы координаты. Яғни бастапқы орны деп айтылады. Ал соңында ол -3-ке барды ғой, міне x. Вот, ол менде x бұл соңғы орын немесе соңғы координаты. Және бұлардың барлығын біз немен анықтаймыз? Бұл менде x нулевой болсын, x болсын, бұлар менде метрмен өлшенеді. Метр деген өлшеммен өлшене береді. Енді қараңдар, мен бұны не үшін айттым? Өйткені бұған байланысты тоже бізге координатадағы жүрген жолын немесе орын ауыстыруын тап деген есептер кездесіп қалады. Сол кезде біз есептерді мынау формамен анықтайтын боламыз. S-тен x азайтылған x0. Сонда менде мына жерде мен есепті былай шығарсам болады, типа 4-тен 3-ке дейін барды, значит ол 7 деген жол жүрді деп. Яғни мына жақта 4-еу, мына жақта 3-еу. Значит 7 метр жол жүрді деп қарастырсам болады. Бірақ үлкен сандар келсе мен типа мына бағанмен примерно қарап тұрмын ғой. Ол кезде менде мынау формуламен шығару керек болады. Яғни соңғыдан бастапқысын алып тастаймын. Сонда менде S-тен x менде қазір -3 азайтамын 4-ті тең 7 шығады. Иә? X-ім менде мынау ғой, -3 қой. Ал x нулевой ол менде 4. Сонда x-ның орнына -3-ті қойдым, x нулевойның орнына 4-ті қойдым, сонда менде -7 шықты. Бірақ көп жағдайда біз оны модульмен шығарамыз да 7 метр деп айта береміз. Яғни координатаға байланысты есептерді осылай шығарасыңдар. Сонымен, мынау тұрған слайдты өздеріңе тағы да міндетті түрде жазып алуларың керек. Енді мысал есептерге тоқталайық. Былай дейді, тікұшақ горизонталь ұшу барысында оңтүстікке 30 км. Вот, осы кезде жаңағы оңтүстік шығыс батыс деген керек, иә? Мысалға дене мына жерде тұрды. И ол қазір оңтүстікке ұшты. Оңтүстік әрине төменде, иә? Төменге қарай 30 км жол жүріпті. Потом шығысқа бұрылды. Шығыс ол мына жақта тұрған, оңға қарай. Шығысқа қарай бұрылды және сөйтіп 40 км жол жүрді. Жолы мен орын ауыстыру. Білесіңдер, жол ол менде былай белгіленеді, S деп белгіленеді. Ал орын ауыстыру ол менде S вектор деп белгіленеді. Енді жол не еді? Ол артта қалған іздің ұзындығы. Значит, артында қалған ұзындық қанша? 30 қалды және де 40 қалды. Значит, оның жалпы ұзындығы 70 деген сөз. 70 км. Просто қоса салдым жол. Ал орын ауыстыру ше? Орын ауыстыру ол мынау басталған жер мен аяқталған жерді не істейтін еді? Міндетті түрде бұлайынан бағыттап қосатын еді. Қисық болып кетті. Значит, маған осының ұзындығы керек. Опять же мен неге келіп тоқталамын? Пифагорға тоқталамын. Мына жер менде 90 градус, мынау менде А катеті, мынау менде Б деген катет, маған тап деп тұр С деген гипотенузаны. Формула қандай еді? А квадрат қосылған Б квадрат тең С квадрат. Орнына қойсам 40 квадрат қосылған 30-ның квадраты тең С квадрат. 40-тың квадраты менде 1600, 30-ның квадраты болады менде 900, барлығын қоссам С квадратқа тең болу керек. Сонда менде С квадратым тең болып тұр қазір 2500-ге. Бірақ маған С квадрат емес, С-ның өзі керек қой. Сол үшін мен бұны аламын да түбірге саламын. Сонда С квадраттың квадратымен түбір жойылады. Бұдан менде С қалады. Ал 2500-ден түбірден бізде 50 шығады. Сонда мынау тұрған ұзындық менде мынау тұрған. Бұл менде 50-ге тең екен. Яғни орын ауыстыруым 50 км. Есептер қатты қиын емес, тек Пифагор теоремасына сала білсеңдер болды. Жалпы есептің шығару жолы осылай. Мына тұрған нәрсені өздеріңе жазып алыңдар. Келесі мысал есеп 2. Енді шеңберге байланысты есеп. Былай дейді. Мынандай менде шеңбер берілген екен. Және де бұның радиусы бар 2 метр. Маған айтады, шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалғанда айналымның жарты бөлігінде. Жарты, значит, шеңбердің жартысын жүрген. Мен өзім былай қойып алайын. Мына жер менде қозғалыстың басталған жері, мына жер менде қозғалыстың аяқталған жері. И ол менде осы Адан Б-ға дейін бүйтіп жүріп барды. Осы кездегі менде жолын тап дейді, және де орын ауыстыруын тап дейді. Яғни S вектор уже шатастырмаңдар, ма? Уже жатталып қалған болу керек сендерде. Жолды қалай табам? Жол деген менде мынау. Шеңбердің жалпы ұзындығы менде мынау ғой. Шеңбердің жалпы ұзындығы осы. Ал мен қазір қайсысын жүрттім? Соның жартысын жүрттім. Значит, мен қазір шеңбердің ұзындығын тауып алғаным дұрыс. Ол менде L тұғын. Формуласы 2πr болды. 2 пиді пи ретінде қалдырсақ болады. Радиус менде тоже 2. Яғни r 2. Көбейтсем менде 4π шығады. Значит, бұл не деген сөз? Менде мынау шеңбердің Адан бастап Аға дейін бетіп қайттан айналып келсем, мен 4π деген жол жүремін. Ал мен қазір жартысын жүрттім ғой. Значит, S-ті табатын болсам, менде осы 4π-ді бөлейін 2-ге. 2π. Значит, оның жүрген жолы 2π, немесе мына жердегі π-ді 3,14 деп ашып, 6-28 десек болады. Келесі S вектор. Бұл менде орын ауыстыру. Бұл не істейтін еді? Бастапқы орны мен соңғы орнын просто қоса салатын еді былайынан. Дұрыс па? Енді мен бұны қалай табам? Мына жер менде 10 нүктесі деп қарастырсам, шеңбердің дәл ортасы.
менде мына жаққа дейін 1 радиус, мына жаққа дейін 1 радиус. Сонда орын ауыстыру менде 2 r-ға тең болып тұр екен. Сонда менде 2 радиусым 2 4 метр. Сонда оның орын ауыстыруы мына жер 4 метр, ал жүрген жолы ол менде мынаның ұзындығы, бұл менде алдыда 28 метр немесе 2 пи болды. Жалпы есептерді осылай шығарамыз. Мысалға мына жерде менде қазір 4-тен 1 бөлігін жүрді десе, мен шеңбердің ұзындығын тауып аламын 2πr деген формуламен, потом 4-ке бөлемін. Жалпы есептердің шығарылу жол бізде осылай болады екен. Мысалы есепті тоже міндетті түрде өзіңе жазып ала қой. Және сабақтың соңын әдеттегідей белгілі бір мотивациямен аяқтайық. Тұрғанда бойда қуат жүрген жақсы, аяғың бір күн өтер қылдан тайып. Басыңды тауға да соқ, тасқа да соқ, отырма бір орында құр мұңайып. Яғни қазір сенде энергия өте көп, сен 11-ші класстасың қазір, сенде қатты үлкен бір энергия жатыр, сен соның барлығын өзіңді табу жолында жұмса. Басында анда соқ, мында соқ, главны өзіңнің жан дүниең қалайтын нәрсені табуың керек. Ал қазірше сен физиканың есептерін былай да шығар, главны қалай дұрыс жолмен шығару керек екенін қазір түсініп алып, ұбт-ға бір қадам болса да жаса. Сонымен біздің кезекті сабағымыз аяқталды. Сені келесі сабақта күтемін. Қош сау бол.